6-да 32, 6-да 33 есептерді шығарамыз. Бұл жерде бөлімдері бірдей, бөлшектерді қосу және азайту. Кеттік, бірінші есеп. Ортақ бөлім келтіреміз. Яғни бөлімдері бірдей, x қосу a, мына жерде де x қосу a. Бөлімін жазып қоямыз. Бөлімдері бірдей болған кезде алымдарын тек қоса саламыз, немесе азайта саламыз. Көшіріп жазамыз. A қосу A 2-ны береді. B азайту B 0-ді береді. Немесе B мен B өліп кетеді. Бөлімінде x қосу A қалады. Келесі ортақ бөлім e минус n. Алымын көшіріп жазамыз. Bir азайту x азайту. Бөлшектің алды азайту болғандықтан, мына бөлшектің алымы қарама арыстан ауысады. Минус 1 болады, және плюс 3x болады. Тең e минус n. Так, бірден бірді аламыз 0. Минус 1x плюс 3x ол бізде 2x береді. Келесі. Мына жерде 632-ні бітіре салайық. A азайту 2 болады ортақ бөлім. Алымын көшіріп жазамыз. B қосу B 2-ны береді. 4 қосу 3 7-ні береді. Бөлімін көшіріп жазып қоямыз. Келесі. A қосу B бөлімі. Алымын көшіріп жазамыз. 3a қосу 1 азайту 2a азайту 3 болады. Бөлшектің алды минус тең болады. Бөлімін көшіріп жазып қояйық. 3a азайту 2a 1a болады. Қосу 1, мына жерде минус 3, сонда минус 2 болады. Келесі 633 есепті жалғастырамыз. Ортақ бөлім ең болады. Алымын көшіріп жазамыз. A азайту B емес, x екен. A азайту x қосу B қосу x. Ұқсас мүшелерін біріктіреміз. Енді жазып қояйық. A-ға ұқсас мүше жоқ, өзін жазып қоямыз. Минус x плюс x жойылып кетеді. Плюс B қалады. Келесі екіншісі ортақ бөлім P. Алымын көшіріп жазамыз. X азайту B минус x минус B тең. Бөлімін жазып қояйық. Ұқсас мүшелерін біріктіреміз. X азайту x-ін 0 болып кетеді, жойылады. Минус BP минус BP. Бұл бізде болады минус 2BP. Бұл жерде есеп аяқталмайды. P мен P қысқарып кетеді, жауабы минус 2B қалады. Келесі ортақ бөлім ең болады. A азайту 3B қосу 4B азайту A. Тең. Бөлімін жазып қояйық. A-дан A-ны алып тастаймыз, 0 болады, жойылып кетеді. Минус 3B плюс 4B болады B. Минус 3 плюс 4 бізге 1-ді береді, сонда 1B қалады. Келесі соңғы есеп Q ортақ бөлім болады. Алымын көшіріп жазамыз. S плюс Q Y азайту S қосу 2Q Y. Тең. Q ортақ бөлімін жазып қоямыз. Так, бөлімін жазып қойдық. Енді S мен S жойылып кетеді, қысқарып. Q Y плюс 2Q Y. Сонда 3Q Y болады. Есеп бітпеді осымен. Q мен Q қысқарады, қалады 3Y. Осымен есебіміз аяқталды.